21 ғасырда серлер қалмағаны белгілі. Ол түсінікті де. Гендерлік теңдік орнағандықтан ерлер тым сыпайы көрінуден қалды. Олар әйелдерге әрекет жасаудан қорқатын болды. Өйткені нәзік жандылар оны дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сол себепті тараптар арасында қарым-қатынас орнатқанда оның шегін білу керек. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз ер азаматтарға арналған әдептілік ережелері жайында баяндаймыз. Әйел адамның жанында келе жатқан ерлер оның қай жағынан жүру керектігін ұмытып қалады. Шын мәнісінде сол жақтан жүрген абзал. Сонда қарама-қарсы жолда біреу болса, оны өткізіп жіберуге мүмкіндік болады. Оң жағынан тек әскерилер ғана жүреді. Олардың оң қолы сәлем беру үшін бос болуы тиіс. Екі әйелмен келе жатқан ер олардың ортасында жүргені жөн. Нәзік жандылардың ауыр жүгін көтеруге жәрдемдесу қажет, бірақ қолындағы сөмкесін алуға рұқсат жоқ. Сырт киімді киюге көмектесіп, немесе оны ілгішке дейін алып барғанда дұрыс. Часто гуляя по городу, я замечаю такую тенденцию. Әдетте көшеде серуендегенде жиі көретін көріністің бірі, жігіттер қызына көмектескісі келіп, сөмкесін өз иықтарына асып жатады. Ол сөмкенің түсі қызыл немесе түрлі жылтырақтары да болуы мүмкін. Сырттай қарағанда оғаш көрінеді. Өз басым жігіттерге мұндай әрекет жасамауларына кеңес берер едім. Я бы ребятам порекомендовал не делать таких вещей. Әдепті ер азамат әйелдің алдында есік ашып, мейрамханаға келгенде орындығын жылжытуға міндетті. Керек кезде қол берген жөн. Сыртқа шыққанда алдымен әйелді өткізіп, кейін өзі жүреді. Бірақ мейрамханаға кіргенде ер адам алдыға шығып кетеді. Бұл әрекет дәмханаға кім шақырып шотты төлейтінін көрсетеді. Баспалдақпен көтерілген кезде қызды алдыға өткізіп жіберген дұрыс, ал ер адам бір-екі қадам артта жүріп келеді. Бұл әрекет әйел адам құлап қалса, оған көмек көрсету үшін жасалады. Ал түскен кезде керісінше ерлер алдыға шығады. Әйел адам тұрғанда ер адам отыра алмайды. Бұл ереженің қоғамдық көлікке де қатысы бар. Мейрамханада нәзік жандылардың орындығын жылжытып, өзіңіз қарама-қарсы отырыңыз. Ал ол дастархан басынан тұрса, сіз де солай жасаңыз. Темекі шекпес бұрын алдымен рұқсат сұраған жөн. Жедел сатының ішіне бірінші болып кім кіру керек деген сұрақтың бірыңғай жауабы жоқ. Бұлай қарасақ, әйел адамды өткізіп жіберген абзал. Екінші жағынан қарасақ, жедел сатынымен жүру өте қауіпті. Сол себепті ерлер бірінші болып кіруі тиіс. Ал шыққан кезде әйел адамды алдымен өткізіп жіберген жөн. Әйел адаммен сөйлескенде қолды қалтада ұстауға болмайды. Қолда кілт, оттық сынды заттарды айналдырудың да қажеті жоқ. Ал кішігірім орамалға арналған қалтаға басқа нәрсені салмаңыздар. Мейрамханаға кіргенде достарыңызды кездестірсеңіз, жаныңыздағы әйелді жалғыз өзін қалдырып кетуге болмайды. Таныстарыңызбен амандасып, келген адамыңызбен бірге қалған жөн. Ал достарыңыз көп болса, этикет бойынша тек біреумен ғана қол алысқан жеткілікті. Думаю, что ни для кого не секрет, что каждая девушка любит внимание, любит мужчин. Әрбір қыз бала болсын, әйел адам болсын, ер адамның өзіне ерекше ілтипатпен қарағанын құп көреді. Әйел заты бөлмеге кіргенде есік ашатын, көліктен түскенде, тайғақ жолда қолынан демейтін азаматтарды ерекше бағалайды, әрі сыйлайды. Осындай кішкентай әрекеттердің өзі қыз бала үшін өте маңызды. Кейде мен ересек ерлі зайыптыларды көргенде, ер адамның әйелінің қолынан ұстап, пальтосын шешіп, қызмет көрсеткенін байқаймын. Мұндай сәттер адамның жүрегін жылытады. Ер азаматтардың өмірде мейлінше ізетті болғанын қалар едім. Осы жетіспей жатады. Наверное, мужчины вели себя более галантно. Этого прям не хватает. Я бы очень хотела это. Темір тұлпардан бірінші болып ер адам шығады. Ол көлікті айналып өтіп, әйел адам отырған жақтан есікті ашып береді. Егер үйге таксимен қайтса, екеуі де артта отырғаны абзал. Ер азамат алдында жүргізушінің жанына отырып, әйел адамды жалғыз қалдыра алмайды. Оны бірінші болып өткізіп, кейін жігіт өзі де жайғасады. Ең болмағанда бірнеше осындай ережені білген ерлер кез келген әйел адамды өзіне қарата алады. Кем дегенде сізге әдептілігіңіз үшін жақсы сөздер мен алғыс айтылатынына күмәнданбаңыздар. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.